12 сәуір бүкіл әлемде ғарышкерлер күні немесе халықаралық адамның ғарышқа ұшу күні ретінде атап өтіледі. 1961 жылы 12 сәуірде тарих бетінде тұңғыш рет адам баласы ғарышқа ұшты. Кеңес одағының ғарышкері Юрий Гагарин Восток 1 кемесімен жер шарын бір айналып шықты. Бұл тарихи ұшу небәрі 108 минутқа созылды. Бірақ бұл оқиға адамзат үшін жаңа дәуірдің есігін ашты. Қазақстан үшін бұл мерекенің орны ерекше, себебі әлемдегі ең алғашқы және ең ірі ғарыш айлағы Байқоңыр біздің жерімізде орналасқан. Юрий Гагарин де әлемдегі алғашқы жасанды серікте, басқа да көптеген халықаралық экипаждар дәл осы Байқоңырдан аттанды. Қазақ халқының атын ғарышқа шығарған 3 батырымыз бар. Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ол Союз Т-13 кемесімен ғарышқа ұшты. Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет ұшқан. Ол ашық ғарышқа шығып, Гиннестің рекордтар кітабына енген. Айдын Айымбетов тәуелсіз Қазақстанның атынан ұшқан ғарышкер. Ол ғарышта 10 күн болып, маңызды ғылыми зерттеулер жүргізді. 2011 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімімен 12 сәуір халықаралық адамның ғарышқа ұшу күні деп жарияланды. Бұл күні әлемнің түкпір-түкпірінде ғылыми конференциялар, көрмелер мен Юрий түні, Юрий's Night атты іс-шаралар өткізіледі. Қызықты дерек. Юрий Гагарин ұшар алдында әйгілі «Поехали кеттік» деген сөзді айтқан. Содан бері бұл сөз ғарышкерлер арасында дәстүрлі ұранға айналды.